Сіздерге мен қазір көбелек жайлы бір шағын ғана бейнефильм ұсынамын. Сіздер тыңдаған ақпаратты толық түсінгендеріңізді байланыстырып мазмұндап бересіздер. Балалар, бүгінгі сабақта қандай жетістік критерияларды қолданамыз? Сөйлемдерді тірек сөздер арқылы жүйеленіп байланыстыру керек. Ал одан кейін, егер де байқап отырсаңыздар, топтарда барлықтарында нүктелер тұр. Біз сөздердегі әріптерді қатесіз жаза алу керекпіз. Жақсы, сіздер қазір басқа топтарды тыңдаған кезде, оларды сіздер бағалау керексіздер. Бағалау үшін сіздерде мына жерде кесте бар. Яғни жаңағы сіздердің айтқан жетістік критериялар бойынша, егер келісетін болсаңыздар плюс, келіспейтін болсаңыздар минус қоясыздар. Одан кейін бағалап болғаннан кейін, егер де сіздерде мынау бағалау бойынша минустарыңыз көп болса, сары гүлді қоясыздар. Егер минустарыңыз жоқ болса, онда қызғылт гүлді мынау көбелектеріне, сол көбелектеріне қойып кетесіздер. Бірінші көбелек жұмыртқаны салады. Сол жұмыртқадан жұлдыз құрт шығады. Жұлдыз құрт көп жапырақтарды жейді. Ағашқа жабысып, сілеңкені шығарып, қуыршаққа айналады. Егер сен оны көмектессең, немесе оған ашуға көмек берсең, Қуыршақтан шығу барысында, иә? Ол өліп қалуы мүмкін, немесе ешқашан ұшпауы мүмкін. Алдымен жұмыртқадан жұлдыз құрт пайда болады. Оның пішіні дөңгелек сияқты. Содан кейін жұлдыз құрт жапырақтармен қоректенеді. Жұлдыз құрт аузынан жып шығарып қуыршаққа оранады. Көбелекті көргенде бірден жас мезгілі елестетемін. Олар қалай пайда болды? Алдымен жұмыртқалардан жұлдыз құрт пайда болады. Көбелектер ауызбен демала алмайды. Олар денелердің тесіктер арқылы демала алады. Сосын қуыршақтың ішіндегі құрттар көбелекке айналады. Кейін көбелектер өз үйін тастап кетеді. Көбелектер құрт болып туылса да тек ұшу үшін жаралған. Сонымен, біз сіздермен бүгін немен таныстық? Біз алда айтып көбелектер өмір кезеңі. Қалай болды? Жақсы. Тағы да қандай ортақ бір тапсырмалар болды? Сөздерге өте қатесіз жазу. Әр тапсырмада сөздерді қатесіз жазу. Сәтем? Барлығы ұшты, мына көбелектің өмір кезеңі туралы айтты. Енді сіздер барлық үш топтың жұмыстарын мұқият тыңдадыңыздар, бағаладыңыздар. Назар салайық. Бірінші топқа барлықтарыңыз сары гүлдерді қойған екенсіздер. Себебі неде? Өйткені анда жұлдыз құрт Жұлдыз құртта қате жазылған екен, иә? Қалай жазылу керек? Жұлдыз құрт, иә? Маша қатесін тауып қойған екен. Мұнда қате болды, өйткені анда сөйлемдер суреттерге сәйкес емес. Қай жерде? Көрсетіп жіберсең. Осы екі жерде.
Не істеу керек еді? Біз осы сөйлемді осыған қоямыз. Ал осы сөйлемді осыған. Яғни сөйлемдердің орындарын ауыстыру керек екен, иә? Келісесіздер ма? Қарға қызыл бердім, өйткені олар көбелектің өмір кезеңін дұрыс айта алды. Сосын сөйлемдерді тірек сөздер арқылы жүйені байланыстыра алды. Тағы да сөздердегі әріптерді қатесіз айтты. Жазды да айтты, тамаша. Тыңдау бойынша мәтінді, яғни бейнефильмді жүйелі мазмұндай алдыңыздар. Келісесіздер ма? Иә. Сабақта өзара бағалау мұғалімдер мен оқушылардың ынтымақтастығын арттырады. Оқушылар бірін-бірін бағалау арқылы кері байланыс алуға, қолдау жасауға дағдыланады. Оқушылар топта жұмыс істеу арқылы сөйлесіп, талқылаулар жүргізеді, түсіндіріп, тәжірибе алмасады.